Қаратаудың етегінде орналасқан Бірлік ауылындағы нөмір 55-ші Сұлтанбек Қожанов атындағы орта мектептің тарихы әріден басталады. Көптеген қиыншылықтарға қарамастан 1933 жылы күзде Бірлік колхозында тұңғыш бастауыш мектеп ашылды. Алғашқы мұғалімі Әбдікерімов Әбілқасым 12 ер баланы оқушы етіп қабылдады. Сол мектептің алғашқы оқушысының бірі Байдүйсенов Сейітхан атамыз бүгіндері 90 жастан асып, ұрпақ қызығын көруді. 1961 жылы орта мектеп болып қайта құрылды. 1994 жылы Ма Әлайдар, Ж. Әбілов және тағы басқа ынталы топтың бастамасымен нөмірі 55-ші Бірлік орта мектебіне Сұлтанбек Қожановтың есімі беру сұралып, 1996 жылы Сұлтанбек Қожановтың есімі берілді. 1992 жылы құрылысы тоқтап қалған мектеп үйінің ғимараты қайта қолға алынып, асар әдісімен 2001 жылы 3 қабатты мектеп үйі пайдалануға берілді. 2013 жылы мектеп жанынан спорт зал, асхана, шеберханалар пайдалануға берілді. Соңғы 5 жылда ауыз толтырып, айтарлықтай жетістіктерге жетіп келеміз. ұбт көрсеткіші 55 балдан 80 балға көтерілді. Жыл бойына мектеп деңгейін жоғары көтеруге жұмыс жасап келе жатқан мұғалімдер: химия пәні мұғалімі Сәрсенова Ләззат, математика пәні мұғалімі Ахметова Жұмагүл, орыс тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Қошқарова Гүлнара мен Қарабаева Эльмира, ағылшын тілі пәні мұғалімі Нұрбекова Оразгүл, биология пәні мұғалімі Ергешбаева Майраш, қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Есдәулетова Гүлшат, бастауыш сынып мұғалімі Мантаева Саламаттардың еңбегі орасан. 2015-2016 оқу жылында мектеп оқушысы Жаппар Әділхан аудан мектептері ішінде жоғары 118 балды жинап, алтын белгі иегері атанса, Нысанбай Нұрдәулет үздік аттестатқа ие болды. 2016-2017 оқу жылында Мұсаева Аяна, Дүйсенбай Әйгерім, Сұлтанбек Аружандар үздік аттестат иемденді. 2015-2016 оқу жылында 4 оқушы, 2016-2017 оқу жылында 6 оқушы аудандық пәндік олимпиадаларда жүлдегер атанды. Сонымен қатар, республикалық Ақбота марафонында бірінші орынды иеленген 2 оқушымыз Алматы қаласында 10 күн тегін демалып келді. Инфоурок, КИО сияқты және тағы басқа қашықтық олимпиадаларынан жүлдегерлер көптеп шығылды. Мектеп мұғалімдерінің және оқушыларының баспасөз беттерінде еңбектері де көптеп көрініс табады. 2015-2016 жыл оқу жылында мемлекеттік білім гранты мен серпін бағдарламасы бойынша 5 түлек оқуға түссе, 2016-2017 оқу жылында 4 түлек оқуға түсті. Осы жылдар ішінде колледждердің гранттарына ие болған шәкірттері көптеп болды. Мектебімізде бүгінгі таңда 527 оқушы білім алса, мектеп алды даярлық сыныптарында 47 бала бар.